Сары өрік қосылған песочный пирог пісіреміз. Ол үшін алдымен ыдысқа қант, жұмыртқа, қаймақты салып араластырып шетке алып қоямыз. Кеңірек ыдысқа ұн салып, тоңазытқыштан шыққан сары майды 4 бұрышты қылып турап, разрыхлитель қосамыз. Ыдыстағы ұн мен майды қолымызбен сығып отырып, біркелкі болғанға дейін еземіз. Үстіне сұйық массамызды қосып, біркелкеді билейміз де 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал әзірге салмасын дайындайық. Кастрөлді орташа отқа қойып, сары өрік езбесімен қантты салып араластырамыз. Бүлкілдеп қайнай бастаған кезде отты баяулатып, крахмалды суға араластырып құямыз. Фенчиктің көмегімен үзбей, шамамен 1 минуттай араластырамыз. Масса қою болған кезде оттан алып, суытып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырдың 4-тен 1 бөлігін кесіп алып қоямыз. Қалғанын аздап ұн сеуіп отырып, дөңгелек қылып жаямыз. Видеода көрсетілгендей шетін пышақпен кесіп, әдемі етіп өреміз. Ортасына салмасын саламыз. Бағана алып қойған қамырды жұқалап жайып,